Жалпы қыздар, мынау сұңғыла, яғни сұңғыланың тамырынан жасалған шайға өзімнің жеке отзывымды айтқым келіп тұрды. Мен 19 жастан бастап, где-то 19-20 жастан бастап цистит диагнозы бар еді менде ауруы. Яғни жаздың күні де, қыстың күні де аяғым сәл суықтап қалса, сәл сквозняк тисе, суық, салқындап қалсам, сразу беспокоить ететін. Сол міне 2,5 жылдан асты, вообще қайталанған жоқ. Аллаға шүкір, тіл көзім тасқа. Вот сезонна 2-3 рет ауыратын цистит келген жоқ. Осы сұңғыла тамырының пайдасы. 23 жылы стат компаниясы ашылған кезде, открытиясына барған кезде, ол кезде сетевой болмай тұрған кезде, мен бірінші осы Лунгбаев осы шайды алып ішкен болатын. Сол мочеполовая системаның воспалениесінде цистит, яғни қуықтың воспалениесіне өте күшті екен. Сондықтан қыздар, кімде цистит мазаласа, қуықтың қабынуы, сосын бүйректің қабынуы, пиелонефрит болса, бүйректе құм болса, тұз болса, майда тастар болса, мынау мықты мочегон жетеді. Бірінші кәдімгідей мочегон жетеді. Сұйықтықтың бәрін шығарады. Мына қолдарыңыз, беттеріңіз үнемі ісіп жүретін болса, тоже күшті нәтиже береді. Содан кейін кімнің либидосы төмен, энергиясы төмен, сол кісілерге де өте жақсы. Сперматогенезді жақсартады, яйцеклетканың жұмысын жақсартады. Менің өзімнің командамда тағы да мықты нәтиже, 2 партнерім жүкті болды. Екеуі де бірнеше жыл бала көтере алмай жүрген, сондай проблемасы болған. Қосымша емдерін қабылдап жүрген қаншама рет. Бірақ жолдасы екеуі осы сұңғыланы, хлорелланы, бізде батыр деген шай бар, осы үшеуін тұрақты пайдалана отырып, екеуі де жүкті болдым деген сүйінші сұраған болатын.